Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жент жасайтын боламыз. Бізге талқан және де қант, ерітілген сары май, қойытылған сүт, яғни сгущенка, жуылған мейіз қажет болады. Ең алдымен қантымызды салып аламыз және де ерітілген сары майымызды құямыз. Содан соң қойытылған сүтімізді құямыз. Және де жуылған мейізімізді саламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен жақсылап араластырасыздар, өйткені барлығы бірігуі қажет болады. Мінекей осылай, содан соң қолымыздың көмегімен ұрғылап барлығын біріктіреміз. Не дайын, енді осындай домалақ формаға саламыз. Егер сіздерде домалақ форма болмаған жағдайда, формасыз да жасауға болады. Осылай домалақ формада жасап аламыз. Міне салып алдық формамызда. Енді қалғанын осындай пакетімізге саламыз. Біз дүкендегідей жасағымыз келді, яғни тіктөрт бұрыштап. Міне осындай пішінде жасаймыз. Енді қалғаны қалатын болса, қандай пішінде жасасаңыздар да өз еріктеріңіз. Мысалы, құрт пішінде жасауға болады. Мінекей, енді пакетімізді жауып аламыз. Формадағыны морозильникке, қасындағыны холодильникке салып, бір күнге жібереміз. Міне, барлығы қатты. Енді формамыздан шығарып аламыз. Міне осылай, содан соң ыдысымызға саламыз. Мінекей дәл видеодағыдай ақырын алып салатын боласыздар ыдыстарыңызға. Міне салып алдық. Енді осылай әдемілеп қойып аласыздар. Енді келесі формадағы жентімізді ыдысымызға салып, төрт бұрыштап кесіп аламыз. Мінекей осылай дастарханға тартсаңыздар болады. Мінекей дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ас болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.